Бүгінде елімізде білім саласын жетілдіруге қатысты көптеген өзгерістер орын алып жатыр. Жаңа мектептер салу, оларды күрделі жөндеуден өткізу, жаңа технологиялармен қамтамасыз ету сынды іс-шаралар атқарылуда. Алайда бұл шаралар білім сапасын жетілдіруге қаншалықты ықпал етті? Мұғалімдердің кәсіби біліктілігі мен әлеуметтік жағдайы, оқулықтардың сапасы мен орта білімге деген жаңа талаптар сынды құндылықтар қаншалықты ескеріліп отыр? Ассалаумағалейкум қадірмен көрермен, ұлттық арнада алаң бағдарламасы. Бүгінгі тақырып мектептегі білім сапасының бүгінгі жағдай қандай? Бағдарламаны тікелей бастамас бұрын бүгінгі біздің сарапшылар тобымен, қонақтармен таныс болыңыздар. Сонымен оң тарапта Алматы қалалық білім басқармасының өкілі Қарлығаш Ақанқызы. Ал сол тарапта Әділет демократиялық партиясының саяси кеңесінің мүшесі Ғабиден Жайлин мырза. Сондай-ақ бүгінгі біздің сарапшылар тобымен де таныс болыңыздар. Алматы қаласы бойынша жыл мұғалімі 2012 атағының бірінші орын иегері Қиябаева Зәмзагүл ханым. Келесі сарапшымыз Алматы қалалық нөмірі 159 мектеп гимназияның тәрбие жөніндегі орынбасары Шолпан Қисымбетова ханым. Келесі сарапшымыз ұрпақ тағдыры білім қозғалысының жетекшісі Ерсайын Ерғожа мырза. Алматы қалалық Ыбырай Алтынсарин атындағы нөмірі 159 мектеп гимназияның директоры Қазақстанның еңбек ері Аягүл Миразова ханым. Құрметті сарапшылар, қонақтар, бағдарламаны бастамас бұрын арнайы сюжетке назар аударайық. Орта білім беру жүйесі еліміздің ең жиі өзгеріске ұшырайтын саласы десек, артық айтпаймыз. Әр министр өзімен өзгеше өзгеріс әкелетініне құлақпен көзді үйренді. Оқушының 11 жылдық білімін бағалайтын ұлттық бірыңғай тестінің маңында жыл сайын шу шығатынына да еті үйренді. Биыл да дау. Бұл жолы түлектер топ-тобымен төмен бал алып, республика бойынша 36% оқушы шектеулі балға қол жеткізе алмаған. Оның себебі неде? Оның себебі жалпы республика бойынша биыл әділ өтті деп есептеймін өзім. Өйткені өзіміздің мектепті алатын болсақ, қалай білім негізін ауыстырды, сұрақтарды ауыстырды дегенге қарамастан, біз өзіміздің белгілеген межемізге жеттік. Сондықтан да білім бар болса, білім терең болатын болса, ол қалай сұрақтарды ауыстыра ма, басқа шағып құра ма, оған байланысты емес деп ойлаймын. Бәлкім солай да шығар. Министр Жұмағұлов мырза тест жаттағаннан түк шықпайтын келесі жылғы түлектерге ескерткен есімізде. Алайда орта білім беру жүйесін соңғы жылдары мазалап жүрген мәселе жалғыз тест қана емес. Одан да маңыздысы 12 жылдық білім жүйесіне көшу. Бұл жаңашылдықты қолдағаннан гөрі қарсы шыққандар көп болды. 12 жылдыққа өтсек, тағы да 3 жыл оқып баламыз мектептен мамандық ала салсын деген ата-аналардың сарказмдық сындары да жиі естіліп жатты. Ендеше 12 жылдық жүйе қатардағы қарапайым оқушыға не бермек? 12 жылдық білім жүйесі құрып отырған структурасы өте ұнайды бізге, себебі бұл оқушылардың поэтапны білім алуына жақсы. Екіншіден, мұғалімнің білімін жүйелейді. Бұрынғы жүйеге қарағанда бұл жүйе оқушының әрбір оқушыға негізгі білімнің керек екендігін дәлелдегісі келіп отыр. Бағлан ханымның сөзіне қарасақ, қазіргі 11 жылдық білім жүйесі оқушыға білімнің маңыздылығын дәлелдей алмай, оған кезең-кезеңмен кешенді түрде білім алуына мүмкіндік бермей отырған секілді. Бұрын біз тек қана сабақтарды ғана беріп, баға ғана қойып, оның санын ғана қуып кететін болсақ, оның бала қалай түсінеді? Оны білді ме, мұғалім жеткізе алды ма, оған біз мән бермейтінбіз. Қазіргі таңда олай емес. Оқушы мен мұғалім кәдімгі қарым-қатынаста нені ұғып жатыр, нені ұқпай жатқан. Біз мына 11-ге келген оқушылардан 5 пен 6-дағы жіберген білімдерін 10 мен 11-де баланың тырысып оқып жатқандығын байқап отырмыз. Бұл мұғалімге үлкен күш түсіріп жатыр, себебі өткен кеткен материалды қайталау уақытты қажет етеді. Балаға да уақытты, мұғалімге де уақытты. Мектеп тек білім ордасы ғана емес, тәрбие ортасы да. Мұғалімнің оқушыға айтқаны заң деген кеңестік түсінік ұстаздың сол кездегі жоғарғы мәртебесін көрсетсе керек. Алайда соңғы кезде оқушы сабақ үстінде ұстазды балағаттап, сыныптан шығып кетіпті. Оқушылар мұғалімін жабылып ұрыпты деген бұрын соңды естімеген хабарларды құлағымыз шалып қалуда. Мәселен, осы жылдың наурыз айында Алматыдағы нөмір 151 мектептің жас мұғалімін 6 сынып оқушысының туысқандары соққының астына алған еді. Бүгінгі шәкірттің психологиясының мұншалықты өзгеруіне не себеп? Ұстаз мәртебесінің басқа емес, мектепте төмендеуіне не түрткі? Мен өзім
40 жылға таяу педагогикалық өтілім бар. Осыған қарағанда мен ойлаймын, оқушыларға күнә артудың қажеті жоқ. Кез келген оқушының жүрегіне жол тауып, өзінің шәкіртімен дұрыс сөйлесе білген, сол шәкіртті шәкірт ретінде бұйыра сөйлеп емес, кәдімгідей өзіңмен тең тұлға ретінде қарап, онымен дұрыс әңгімелессең, балалардың тарапынан дөрекілік болмайды. Оқушының әр қылығына ұстаз жауапты деп жылы жауап қоя беруге тағы да болмас. Осы тақырыпқа дайындық барысында кейбір мектептердің маңынан мына тасталған темекі қалдықтарын көріп таң қалғандай болдық. Ұстаздың да шәкірттің де сөзін тыңдап ойымызды ортаға салдық. Дегенмен мұғалімнің мәртебесі, кітаптың сапасы, оқушының қылығы, мектеп тәрбиесі, орта білімнің деңгейі жөнінде біршама сұрақ қаперімізде қалып қойғандай. Ендеше сол сауалдардың жауабын табу үшін сөз кезегін студия сарапшыларына берейік. Сонымен Қарлығаш ханым, алғашқы сұрақты өзіңізге бақтасақ, бүгінде біздің мектептеріміздегі білім сапасының деңгейі қандай? Жалпы осы білім сапасының деңгейін анықтайтын қандай көрсеткіштер бар? Білім сапасын әртүрлі жақтан қарауға болады. Енді бізде осы қала бойынша өзіміздің негізгі көрсеткіштеріміз бар. Сол негізгі көрсеткіштердің біреуі ол ұлттық бірыңғай тестілеу. Ұлттық бірыңғай тестілеуге биыл 2012 жылы Алматы қаласы бойынша 202 оқушы қатысты. Сол 202 оқушы қала бойынша орташа балл 84,7 балл болды. Республика көлемінде ол 70,9. Алматы қаласы, бүгінгі күнде Алматы қаласы ұлттық бірыңғай тестілеу көрсеткіші бойынша бірінші орында. Осы ұлттық бірыңғай тесттің нәтижесі мектептердің рейтингісін анықтауға, немесе әртүрлі басқармалардың рейтингісін анықтауға қандай әсері бар? Бұл деген негізгі көрсеткіштің біреуі, бірақ барлық көрсеткіштер кіруге болады деп айтуға болмайды. Өйткені басқа да көрсеткіштер бар. Мысалы, кейбір мектептердің оқушылар саны өте көп болса да, ұлттық бірыңғай тестілеуге бәрі қатыспайды. Өйткені олар деген ғылыми жобалар және пән олимпиадалардың жүлдегерлері болып келеді да, ұлттық бірыңғай тестілеуден босатылады. Жақсы, ұлттық бірыңғай тест жалғыз көрсеткіш емес. Жоқ, ол деген қандай көрсеткіштер бар негізгі? Мектептің түлектерінің жоғары оқу орнына түсуіне байланысты. Көрсеткіштері? Иә. Жақсы. Ғабиден мырза, жалпы бүгіндегі мектептердегі білім сапасына сіздің көңіліңіз тола ма? Оқу саласында қазір тестіге дайындау, жаттаттыру, сондай сапаға мен ойынша теріс әсер ететін нәрселер бар. Екіншіден, ақырғы нәтижесіне қарасақ, көп деген жағдайда, әсіресе ауылдық жерден келген түлектер дей ма, сол мектеп бітіріп келген балалардың негізгі білімдері де болмайды. Ана тест арқылы тапсырады, логикалық ойлау, өз сөзімен жеткізіп беру қабілеті жоқ. Осы сандық мәліметтермен сіздің сұрақ қойып өтсем, министр Жұмағұлов бір сөзінде оқушылардың 63% логикалық сұрақтарға жауап бере алмаған дейді. Яғни логикалық қарапайым сұрақтарға оқушылар жауап бере алмаған. Заңдылық сияқты. Себебі мен өзім вуз қызметкерім, мен де партияда болғанмен де вузда жұмыс істеймін. Мысалы байқаймын, жақсы оқып келдік деген балалардың өзі жаттаумен ғана алады. Яғни бір тапсырма берсең, жаттап алады да, сосын жатқа айтады. Егер тоқтатып, өз пікіріңізді айтыңыз, бүйтіңіз, сөйтіңіз десеңіз, мүлдем жаңылысып кетеді. Пікірін жоғалтып алады. Өз пікірі жоқ дегенде сөз. Сондықтан әрине осындай 10 жылдық бойы... Яғни сізіңше білім сапасын ұлттық бірыңғай тест бір көрсеткіш ретінде қарау дұрыс емес? Оны нақты объективті түрде бағалап, сол білім деңгейін анықтайтын құрал ретінде мен ойынша пайдалануға болмайды. Жақсы. Жаңа сіздер айтып жатсыздар ғой, жаттанды оқиды, жаттайды деп. Енді бұрын мектептің аттестатын алу үшін 10-11 класстағы бағдарламаны ғана тапсыратын. 10 мен 11 сыныпта оқыған бағдарламасы бойынша тапсырып, аттестатты қолына алатын, ал жоғарғы оқу орнына барғанда, о жерде кәдімгі білімін сараптайтын сарапшыларға барып тапсыратын. Түскені түсіп ататын, түспегені 2-ші жылы, 3-ші жылы түсетін. Қазір сондай көзқарас өзгерді. Мынау егер 11-ші сыныпта мектебімізде 67 оқушы бітірді биыл. Сол 67 оқушының бәрі жақсы бағалу керек, бәрі жоғарғы орнына түсу керек деген осындай көзқарас қалыптасты. Бізді қатты таңғалдырған мәселе, ол көрсеткіш өзгеріп отыратын түсінікті нәрсе. Бірақ
63% логикалық сұраққа жауап бере алмады деген ойландыратын сан. Жоқ. Онда бүкіл республика бойынша Бақытжан Жұмағұлов Алматы қаласы бойынша емес, ол республика бойынша Бақытжан Жұмағұловтың айтуы бойынша 63% оқушылар логикалық сұраққа, Өйткені оқулық логикалық тұрғыда сондай есептер көп болды. Мысалы үшін есеп болсын, тарих болсын, басқа болсын, логикалық сұрақ қайырде кездесті, кітап сол жүйеге бағытталған емес. Біз мәселе оқулықта. Мұғалім қалай сабақ береді? Мұғалім өзінің қолындағы бағдарламамен, осы министрліктің бекіткен, мына стандарт деген бар, соның бекіткеніменен, қолына тиген оқулықпенен, сода не бар, соны оқытады. Ал егер де оқулық тестке арналған болса, оқулық сол логикалық сұрақтарға негізделген болса, мұндай көрсеткіш болмайтын еді. Негізінен оқулықтың жақсылары да бар. Енді кемшілігі бар оқулықтар да бар. Биылғы жылы бірнеше альтернатив оқулық шықты. Ол еш уақытта болмаған Қазақстанда. Бір пәннің өзінен 2-3 автордың альтернатив оқулығы шықты. Әлі де енді сұрақ қандай? Егер біздің ұстаздарымыздың қабілеті және соған деген мынау көзқарасы сол оқулықтарды сараптан өткізіп, қайсы жақсы екенін анықтаса, ол нұр үстіне нұр болар еді. Оқулықтар мәселесіне тоқталып өтсек, сіздердің партияларыңыздың мәліметтеріңізге қарадым мен, оқулықтар мәселесінде көптеген проблемаларды көтеріпсіздер. Дұрыс. Енді бұл жерде мынау әдістемесі дейді. Яғни мен еститін Қазақстан Республикасында жазылатын оқулықтардың кейде әдістемелік тұрғыда жетік еместігі болады. Сосын енді мынау даже былай алғанда полиграфиялық орындау дейді. Мысалы келтірді, ана тілі дейді, қазақ 2-ші класс оқушыларда. Сонда арбуз деген сөзді жазып қойып, бір қап-қара анау круг дейді ғой, сондай салып қойыпты. Адамға, ол балаға түрлі түсті болу керек қой, бәрі орындауы, материалды беруі, бәрі дұрыс болу керек. Әрине ондай нәрсе кейде жетіспейді. Әсіресе мына қазақ мектептерін айтатын болса, мен орыс ұлтты болсын, басқа ұлтты азаматтардан, қазақ азаматтарынан мысалы естіп атам. Яғни қазақ мектебіне кейде бергіміз келмейді дейді. Себебі оқыта алмайды дейді. Оқулықтар мәселесін шешу үшін сіздіңше не істеу керек? Мысалы, Айгүл апайымыз бүгінде оны сарапшыларға беру керек, кітаптар толыққанды сараптамадан өту керек деген пікірді айтып отыр. Сараптама керек. Бірінші сараптама жасап, сосын сынақтан өткізу керек қой. Көру керек. Шектеулі көлемде сынаққа енгізіп, қателіктерін түзеп отыру керек. Себебі бірден сапалы оқулық жазу мүмкін емес. Бірақ сонда да авторлық коллективке өте жоғары мән беру керек. Яғни сол саланың маманы болу керек, және білім беру әдістемесімен таныс болу керек. Және кейбір мамандар, шын айту керек, сондай жаңалықтарды елемей отырады, бақыламай. Кейде оқулықтар жазған кезде өтіп кетеді. Ескі нәрселер, ескі түсініктер, ол әрине оған жол беруге болмайды. Өте сапалы жақсы мамандарға беру керек. Жақсы. Ерзай мырза, өзіңіз бүгіндегі мектептегі білім сапасын қалай бағалайсыз? Және оқулықтарды қалай бағалауға болады бүгінде? Енді жалпы берді эксперт болғаннан кейін мен бұл кісілердің сөздерін кішкене не беріп кетейін, кейбір дұрыс емес жерлерін. Мен өзім келіспейтін жерлерім. Жақсы. Мысалға, Аягүл ханым өте тәжірибелі мұғалім екеніне бас шекер ешкім күмән жоқ. Бірақ бұл кісінің мен мынандай 3 мәселесіне келіспеймін. Бірінші, қазіргі ұлттық бірыңғай тестілеу тек қана мектептің программасының бәріне енгізудің нәтижесінде балалардың білім сапасы төмен болып отыр деген ой айтты. Ал бұрынғы емтихан тапсырған кезде тек қана 11-ші кластың материалдары ғана енетін деген сөз айтты. Ал енді бұл Аягүл ханым түгелімен дұрыс емес. Мысалға 6 пәннен тоқтаңыз, мен сіздің сөзіңізді бөлген жоқпын. Аягүл ханым тоқтаңыз. Бұрын мемлекеттік емтихан тапсырған кезде 6 емтихан тапсырады, 2 жазбаша, қалған ауызша. Онда мысалға сол пән бойынша қай класстан бастап өтті, сол бағдарламаның бәрі енетін тұғын. Негізгілері, яғни ол балаларда тура бүгінгі ұлттық бірыңғай тестілеу сияқты барлық материалдарды игеруге мәжбүр болған. Енді екінші мәселе, мысалға бұл жаңағы оқушылардың ойлау қабілеті төмен екен деп жатыр. Себебі не? Оның себебі біреу-ақ. Біз оны айтып келе жатырмыз бұрыннан. Берген шығар, бермеген шығар, мен білмеймін. Ойлау қабілетінің төмен болатса, логикалық ойлаудың төмен болатса, сөйлеу қабілетінің нашар болатын себебі біреу-ақ. Себебі 10-ші, 11-ші класста барлық жерде ол тек қана Алматы қаласын алуға болмайды. Бүкіл республикада тек қана жаңағы тестілеуге дайындаумен өткізеді. Ал біз негізінде 10-ші, 11-ші класста
программаны, бағдарламаны игеруіміз керек. Оның ішінде барлығы қамтылған. Міне негізгі кемшілік осында. Себебі мектептің жаңағы деңгейі, директорды жұмыстан алып тастау, ананы жұмыстан алып тастау, мектептің жаңағы білім деңгейін салыстырудың барлығы осы тестілеуге кеп тіреп қойған. Бұл түбіріменен дұрыс емес. Яғни ұлттық бірыңғай тест көрсеткіш емес дейсіз ғой? Көрсеткіш емес ол. Біз оны айтып келе жатырмыз. Бұрыннан мен айтып келе жатырмын. Бірыңғай тестілеу дегеніміз жалпы ол тестілеу. Тестілеу ол бір элементі ғана. Ол бұрыннан бізде ардиолог деген білесіз, математика пәніне 4-ші класстан оны егізіп бере жатқан нәрсе ол. Бұрын кеңес одағы кезінде, мынау жаңалық емес ешқайсысы бұның. Ал енді соны әкеп бүгінгі күні барлығына тіреп қою бұл түбірімен дұрыс емес. Сондықтан да балалардың ойлауға беретінің, сөйлеуге беретінің, жаңағы логикасы жетіспейтін себептерінің бәрі сол. Яғни программаны игермейді. Сіздің пікіріңізше егер екінші, үшінші мәселе, осыны мен айтып берейін. Оқулыққа байланысты мысалға балам оқулықтар кейінге шығып жатыр. Аягүл ханым, сіз қателеспеңіз. Неге? Балама оқулықтар 1998 жылдан бастап шығып келе жатыр. 98-ден бастап. Біздің төл оқулықтарымыз тек қана өзіміз тәуелсіздік алсамыз, біз тәуелсіздік алмай тұрып 90-91 оқу жылында өзіміздің төл оқулықтарымызды біз 1-ші классқа енгізген болатынбыз. Рас қой? Әрбір 90 бойынша оқушыға 1-ші классқа мысалға кітап шығарамыз, азғантай ғана 190-да барлық пән ішінде бар. Оқулықтардың сапасына қатысты. Оқушының сапасына байланысты бұны ең бірінші тағы да көтерген мен боламын. Себебі оқулықтың сапасының ештеңе көтермейтін 98-ден бастап біз көтеріп келе жатырмыз. Қалған халық мұның бәрі кеше 2002-2003-тен бастап айтып келе жатыр. Оның себебі біреу, мына інімде мысалға ол жағын онша түсінбейді екен. Оның себебі дұрыс. Оқулықты шығару үшін бірінші авторлар коллективі құрылу керек. Авторлар коллективінің ішінде бірінші автор, мектептің мұғалімі, мысалға Аягүл ханым математиканы жақсы біледі. Біреу, екінші методист, анау тақырып балаға қалай жеткізілу керек. Қалай болса бала оны игеріп алады. Екеу, үшінші ғылыми тұрғыдан. Ана бала сол класста мына материалды игере ала ма, игере алмай ма? Үшеу мінекей. Осы авторлар коллективі құрылу керек. Содан кейін авторлар коллективін оқыту керек оны. Сөйтіп барып қана оқулықты шығару керек. Оқулық негізінде 3 жыл сынақтан өту керек. Яғни сондай мәселенің бар бізде 97-тен бастап, 91-ден бастап болған, 97-те бірден алып тастап, 1-ші класстан бастап қайта шығарды. Яғни бізде жүйе дұрыс қалыптасқандықтан келіп тағыны барлығын лақтырып суға жіберді, дариядан өтсе өте қой, өтпесін қой қойдық. Міне осыған байланысты бүгінгі күні барлық мәселенің өзі сапасыз болып отқан себебі. Бір мысал айтайын мен. Осы жақында мен оңтүстік Қазақстан облысына барадым. Барған жерде міндетті түрде мектептерге соғам, ауданға соғам, жаңағы жалпы халықтың жағдайын біледі деп. Мына кісілер көбінесе сол Алматы ішіндегі жағдай дейді. Ал Қазақстан Алматыдан ғана тұрмайды немесе Астанадан. Қазақстан 8400 мектебі бар, бүкіл ауылдан, ауданнан, облыстан тұрады. Сонда мінекей бір мектептің директоры 3 жыл болған. Отырар ауданында. Материалдық техникалық базасын кейінгі 3 жылда көтерген, кадрлар саясатын түзеген, мектептегі ішкі жүйені қалыптастырған, бүгінгі күннің талабына сай қылуға жақындатқан жігітті сен мынау бірыңғай тесттен төмен көрсеткіш алдың. Бұрын ең соңында болатын болса, бұл мысалға ортасында алған 40 айласа мектеп бар екен. Соны өзінің адамдарын қою үшін мысалға директор жұмыстан алып тастады. Яғни енді келген адам мектептегі материалдық базаны құртады, кадрды құртады, и так далее, и так далее. Жақсы. Руслан, мен Ерекеңнің кейбір сөзіне келіспеймін. Дұрыс бұл кісі оқулық кезінде сол сараптаманың да ішінде жалпы сол салада, сол институтта қызмет атқарды. Бірақ та менің айтайын дегенім жаңағы мектеппенен байланысып тұр, мектептің аттестатыман мына бірыңғай ұлттық тест деген. Мен неге айттым, 10-11-дің программасымен тапсыратын еді деп. Ары қарай жоғарғы оқу орынға түскенде мен айтып тұрған жоқпын. Тек 10-11-дің бағдарламасын білетін, сол кезде 5-тен 11-ге дейін сұраған. Қай кезде де орта оқитын оқушы болады, жақсы оқитын оқушы болады. Біз ол оқушыларды шеттете алмаймыз. Мектептің рейтингісі де, мектептің білім сапасы да барлығы айналып кеп ұлттық тестке байланып қалды. Жаңа директорды, мен білмеймін, бізде директорды алып тастамайды ол үшін. Бірақ та әрине тапсырма береді. Мектеп нашар білім көрсетіп тұрса, ода анау тек қана тест кінәлі деген сөз емес, мектептің де кінәсі бар, оны жоққа шығаруға болмайды.
Екіншіден, бұл кісі жаңа айтады, балама оқулықтар деген бұрында болған деп. Болғанда болған, қазір министрліктің бекітетін қай оқулықпен оқу керек деген сол кезде де бекітетін, қазір де бекіткенде 3 автор болса, 3-өнікінде бекітіп қойды. Мектептің өз еркі қайсысын алып оқыса да, оларды оқушыларға ұсынуға толық правасы бар. Ол кезде бір ғана автордікін ұсынатын, мені осымен оқисыздар деп. Қағанын пайдалануыңызға болады, бірақ оқушыға оқулыққа емес. Бірақ сол 3 балама оқулықта да біраз кемшіліктер бар екен. Енді кемшілік дегенге жабысып қалмау керек. Кемшілік болған жерді түзетіп жатыр. Орыс, мысал үшін, осы Россияның оқулықтары, ол бірінші басылым, екінші басылым емес, Құдайға шүкір 21 нәрсесінші тағы басылым. Біз оған жеткенге дейін тамаша оқулық болады. Сен математикадан өтте біздің ата-аналар болсын, осы басқа кісілер болсын, тек жерге тыға береді кешке дейін. Математикадан біз жаңалық ашып атқан жоқпыз. Сол елдің бәрі оқып атқан оқулыққа сәйкес тек қана не жасап отырмыз? Өзіміздің жеріміз туралы, өзіміздің еліміз, өзіміздің қалаларымыздың арақашықтығы, балаларымыздың аты енген. Шын мәнісінде өзімізге лайықты, мен геометрияны өзгертіп жіберген жоқпын. Сондықтан осы қате түсінген, сізден кешірім өтінем. Осы қазақ мектебінде білім жоқ деген дүниені қою керек. Бар шығар кемшілік. Орыс мектебінде кемшілік жоқ деп ешкімді айта алмайды. Мен 40 жылдан асып мұғаліммін, мен бәрін білем. Ал қазіргі сараптамаға қарасаңыз, қазақ мектебі өзінше тапсырған жоқ, солармен бірге отырып тапсырды. Ең жоғарғы көрсеткіш көрсетіп тұрған қазақ мектептерінің оқушылары. Қарлығаш Ақанқызы, сіздер осы бір оқулық мәселесін неге айтып қалдық? Себебі білім сапасына ең басты әсер ететін бір құрал ретінде осы оқулықты атап өттік. Бірақ дегенмен, меніңше мәселенің бәрі ұстазда. Себебі кеңес кезінде қандай материал жағдай болмаса да, қандай бір қиын мектептерде де, түк жоқ мектепте оқыса да, не бір ұстаздар, не бір ғалымдар шыққан. Ендеше бүгінде біздің ұстаздарымыздың кәсіби біліктілігі қандай? Жалпы ұстаздардың кәсіби біліктілігін біз қалай анықтаймыз? Әрине, бүгінгі мектептегі білім сапасына ең бірінші жауап беретін ол мектептің мұғалімдері. Мектептің мұғалімнің шеберлігіне байланысты. Ол оқулық бағдарламаға қарамай, мектептің мұғалімі өзі оқушыға білім беремін десе, ол мұғалім үйретеді. Демек, ол оқушы деген логикасын да дамытады, бағдарламаны да оқиды, ол оқулықтың қателіктеріне де қарамайды. Ол мектептегі жұмыс деген мұғалімдердің шеберлігіне байланысты. Ал енді мектептің мұғалім шеберлігін қалай көтеруге болады, оған қандай шаралар қолданып жатыр, ол не істеліп жатыр деген сұрақ туындайды. Алматы қаласы бойынша бізде жыл сайын Алматы жыл мұғалімі өтеді. Алматы қаласының әкімі бірінші орын алған мұғалімге пәтердің кілтін береді жылда. Осы ретте бір сұрақ қойғым келіп отыр да, барлығымызға қызық шығар. Мұғалімді мектеп ұжымы таңдағанда, жұмыс қалған кезде қандай негізгі критерийлер қояды? Жаңа сіз айттыңыз ғой, мұғалімдердің бұрын сабақ бергенде де, дұрыс айтасыз, борменен, тақтамен сабақ бергенде де ғалымдар да шықты, ақындар да, жазушылар да, бәрі де шықты. Батырлар да шықты, рахмет. Бірақ өмір өз орнында тұрған жоқ. Қазіргі балалардың мына ақпараттық мәліметі, содан кейін техниканың дамып отырған кезі. Біз бұрынғы борменен, тақтадан бөлек, біз техниканы да меңгеруіміз керек. Осы балаларымыздың білгенінен артық біліп отыруымыз керек. Ол үшін өмірдің ағынынан қалмай, мұғалімдер де неге елбасымыз биыл тағы да тапсырма берді. Мына директорден бастап бүкіл ұстаздарды қайтара жаңағы курстардан өткізу керек. Қайта оқыту, білімдерін жетілдіру керек. Ол 4 жыл оқыту емес. Білімдерін жетілдіру керек. Түрлі курстар бар. Және мынау жалақыны да өзгертіп жатыр. Сол курстардан өткендер, егер жоғарғы дәрежеде көрсетсе білімін, ол 100%-ға жалақысы артады. Содан кейін 70%, 50% бар, 30% бар, мына жалақысы көбейеді. Биылдың өзінде өткенде естіген шығарсыздар, өте көптеген мұғалімдер республика бойынша содан өтіп жатыр. Енді жалпы сапа ол жаңғыз мұғалімге байланысты емес. Мұғалімнің жұмыс орнына да,
оқулыққа да, бағдарламаға да, әлеуметтік жағдайға біріншіден байланысты. Сол себепті қазіргі, жаңа сіз айттыңыз ғой, қандай критерийлерменен мұғалімдерді қабылдайсыз деп. Бұрынғы кезде біздің уақытымызда дипломымызды қарайтын, ішіндегі бағамызды қарайтында жақсы бағалар тұрса, бір сөз айтпай сізді мектепке алатын. Қазір біз қалай қабылдаймыз? Қазір маман табу қиын болып бара жатыр. Мұғалім мамандығын дайындайтын жоғарғы оқу орындары көп болғанменен маман таңдау қиын болып барады. Неге? Оның көп жан-жақты мәселелері бар. Оның бірі мұғалімдік мамандыққа айлық төмен болғандықтан оны таңдайтындар нағыз мұғалім болғысы келгендер емес көбісі. Кешірім өтінем, ішінде бар шығар мұғалім болғысы келгендер. Диплом алу үшін барғандар көбейіп бара жатыр. Біз қазір қалай қабылдаймыз? Мен өзім келген мұғалімді дипломын қарайым. Қызыл диплом болса да, ол мүмкін құқық бұзуда шығар. Бірақ амалым жоқ. Мен сол пәннің күшті мұғаліміне жаңағы мен кәдімгі ең жоғарғы дәрежедегі білім көрсетсін емес, осы мектеп білім білемекен, бағдарламасын білемекен деген сұрақтарды қойып, тексерген кезде оқушының білгенін білмейтін мұғалімдер болады. Оны қалай аласыз? Міне сондықтан құрметті қауым, бұл енді жұртшылық естиді, жалпы біз ғана емес, мұны көтеріп отырған елбасының өзі де осыған қатты мән беріп жатыр. Білім және ғылым министрлігі қазір толығынан бетбұрыс жасап жатыр. Мамандарды дайындау. Әрине, бірінші сол жас мамандар келсін десек, біздің жалақымыз өтілімізбен категориямызға, санатымызға байланысты. Ал жаңадан келген мұғалімде қайдағы санат, қайдағы өтіл. Сондықтан олардың жалақысын көтеру керек. Жақсы, рахмет. Ғабиден мырза, жалпы ұстаздардың кәсіби біліктілігі мәселесін көтердік. Осыны арттыру үшін қандай шаралар қабылдау керек сіздің пікіріңізше? Қандай шаралар ма? Енді соңғы жылдары мен ойымша вуздарда жалпы мамандарды қай салада болсын, заңгер болсын, дәрігер болсын, ұстаз болсын, дайындау өте төмендеп кетті. Яғни қазіргі мамандар сапасына қарағанда, мына Кеңес одағында дайындалған мамандарға бәсекеге шыдамайды. Яғни қазір зейнет жасында, сосын жаңағы 40-50-дегі адамдар негізгі кәсіптік корпусты құрап отыр. Жаңа олардың орнын толтыратын кадрлар аз. Сондықтан жаңа педагогикалық шеберлік дейді. Сол ортаға кіріп, аздап 5%, 10% келіп, үлкен ұстаздарынан үйрену керек. Соларды қайта дайындау керек, жаңа дұрыс айтып отыр. Осы ретте бір айтатыным, Айгүл апайымыздың сөзіне қосатын, мына ұлттық бірыңғай тестте негізінде педагогикалық мамандыққа баратын түлектердің көпшілігі не 3, не 4 бағасын алған, себебі грант қатысу керек, әйтеуір диплом алу керек. Шешпайтын нәрсе ғой, енді ол болашақ ұстаз, жалпы ұстаздың дәрежесі қоғамда өте жоғары болу керек. Яғни ол сол рухани тұрғыда ұстаздың қоғамдағы беделі бұрында өте мықты болған деп айтамыз. Қазір мысалы ауылдарда ұстаздар тіпті көше сыпырып, аула сыпырып кететін де кездер болады. Ақша жинаса ұстаздардан жинайды. Кешірім сұраймын, бір мысал келтірейін. Ана жолы мен көшеде кездесіп қалдым, өзімде таксимен жүрдім. Сол кезде бір жас келіншектей такси ұстап, қай жерге баратынын түсіндіре алмай отыр. Сосын отырған кейін анықталды, ол гимназияға барып ұстаз болып орналасайын деп отыр екен, қазақ тілі әдебиетін. Яғни нақтылап сөйлей алмайды, тілі жоқ, тіл байлығы жоқ. Ендеше ұстаздардың біліктілігін көтеру үшін не істеу керек? Жалақысын көтеру бір. Екіншісі, вуз деңгейінде, яғни талаптарды жалпы барлық салада көтеру керек. Мына Қазақстандық жоғарғы білім сапасы қазір көтерілу керек. Сосын жаңағы стимулдар, ынталандыру болу керек. Жақсы, Алматы қаласы бойынша 2012 жыл мұғалімінің бірінші орын иегері атанған Замзагүл апайымыз отыр. Жалпы сіз ұстаздар қауымнан осындай конкурста осындай орын алуымен шын жүректен құттықтаймыз. Дегенмен осы ретте сіздің пікіріңізше ұстаздардың деңгейін, қоғамдағы беделін көтеру үшін не істеу керек бірінші кезекте? Енді қазір елбасымыздың саясаты да осы мұғалімдердің беделін көтеруге бағытталып жатыр ғой. Осыған енді айқын дәлелі жаңа айтып өтті ғой, білім басқармасынан келген маман. Біздің Алматы қаласында мысалы жылма-жыл жыл мұғалім анықталып, оған жаңағы марапаттар көрсетіледі, мысалы пәтер беріледі, қосымша шетелге жолдама ұтып алдым, сондай көптеген марапаттар алдым. Енді әрбір білім сапасына қол жеткізу әр мұғалім тікелей өзіне байланысты.
Мен оны мысалы бірнеше жылғы тәжірибесі бар мұғалім ретінде мен өз көзім жетті. Енді бірыңғай ұлттық тест деп жатырмыз ғой, ол да оқушының білім сапасын көрсетудің бір жағы. Оның айқын дәлелі, мысалы биылғы жылы республикада ең бір шын мәнінде өткен бірыңғай ұлттық тест мектептің анық бетпердесін көрсетіп берді деп ойлаймын. Себебі бұрынғы жылдары мысалы Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан облыстары жоғары білім көрсетсе, мысалы қазір Алматы қаласының ең жоғары білім сапасын көрсетіп отыр. Соның үшін жеке саралап қарайтын болсақ, мысалы қалада бәрі мойындаған негізгі мектептер 170-ші, мысалы біздің 126-ші мектеп лицей, 165, 134 физика, математика бағытындағы мектептердің барлығы да 92-ші мектеп міне, барлығы жоғары білім сапасын көрсетіп отыр. Егер ол бірыңғай ұлттық тест болмаса да, ол мектептерде жоғары білім сапасы бар екендігін бәрі мойындайды. Адамдар да біледі, интернет бетінде де жарияланады. Замзагүл апайым, кешіріңіз, осы жерде сарапшылардың бір қатары жалпы ұлттық бірыңғай тестпен мектептің рейтингісін анықтау дұрыс емес деді. Осы пікірге не айтасыз? Мен оған келіспеймін. Себебі мен өзі қанша байқап жүрмін, қала мектептерінде осы ұлттық бірыңғай тестің нәтижесі қай мектептерде білім сапасы жоғары, сол мектептер көрсетіп келеді. Енді мен жеке маман, өзім математика пәнінің мұғалімі ретінде де мысалы осы бірыңғай ұлттық тест енгеннен бері жұмыс істеп келе жатырмын ғой, ауыл мектептерінде істедім. Мысалы менің орташа білім сапам 22,9, қатарынан 3 жыл көрсеттім. Енді ол кезде қатал алынсын, қатал алынбасын, қандай деңгейде алынсын, бәрібір оны басынан бастап оқушыларға нақтылы сапалы білім берсең, ол қандай логикалық келембе, қандай тапсырма келеді, базаны қай жерден қанша өзгертсе де бәрібір ол бала нағыз білім сапасын көрсетеді. Сонымен қосымша айтатыным, мысалы бізде жаңа біздің әріптестерім айтып жатыр ғой, мысалы логикалық жағына мән берілмейді деп. Неге мән берілмейді? Мән беріледі. Бізде мысалы элективті курстар деген бар. Мен мысалы 6-шы сыныпқа арнап комбинаторика және логика элементтері деген элективті курс жаздық, авторлық бағдарламамыз бар. Сол бойынша 6-шы сыныптан бастап оқушыларға логика элементтерін үйретеміз. Логикалық арнайы тапсырмалар береміз. Элективті курстың есебінен сондай сағаттар өтеді. Сонда бала төменгі сыныптан бастап баспалдақпен логикасы біртіндеп дамып отырады. Сонда 11-ші сыныпта оған қандай логикалық тапсырма келсін, оған ешбір қиындық келтірмейді. Сонымен қатар тағы да бір айтайын дегенім, мысалы қазір интернет бәрі ақпараттық технология ғой, ақпарат заманы. Әрбір оқушының, мысалы мен IQ тест арқылы білім деңгейін тексеріп отырамыз. Әрбір бізде әріптестеріміз мән бермейді. Мысалы оқушыдан IQ деңгейін қанша десе білмейді. Ал мен мысалы әрбір баламның IQ бойынша білім деңгейін біліп, сол бойынша оған тапсырма беріп жұмыс жасаймын. Осы ретте бір жақсы бұрындары ұсыныстар болған, яғни мұғалімдерді алмасу арқылы әрбір мектептерде ең үздік мұғалімдер сабақ беріп, басқа мұғалімдерді үйрететін. Дәл осындай әдістер бүгінде бар ма? Жалпы мысалы өзіңіз басқа мектептерде мұғалімдерге барып, мысалы үздік мұғалімсіз математика мектептің мұғалімдерін жинап, мысалы оларға дәріс үйретіп, жаңағы оқушылармен қалай жұмыс істеу керек екенін әдістеметін үйрететіндей бір тренингтер өтесіздер ме? Ондай болып тұрады. Қалалық білім бөлімі басқармасы болсын, қалалық мұғалімдер білімін жетілдіру институт тарапынан болсын, шебер класс семинарлар өтіп тұрады. Біз сол кезде өзіміздің тәжірибемізбен бөлісеміз. Балаларды қалай 20 балға қол жеткіздік. Сонымен сол жөнінде тек қана шебер класс арқылы ғана емес, біз балаларды дайындаймыз. Мысалы, әртүрлі бірыңғай ұлттық тестіға байланысты қосымша сабақтар өткіземіз. Сонымен қатар, мысалы, бізде қазір бүкіл республикамызда іске асып жатыр онлайн режимде сабақтар. Мен мысалы өткен оқу жылында 2 рет онлайн режимде сабақ бердім. Сол кезде де жаңағы мүмкіндігінше көрсетуге тырысамын. Оқушыларды бірыңғай ұлттық тестке қалай дайындап жатырмын, элементтерін болсын көрсетіп кетуге тырысамын. Үнемі пікір алысып отырамыз. Алматы қаласында биыл ресурстық орталық ашылды. Ол жерде жаңа жас мұғалімдер және тәжірибелі мұғалімдер өздерінің сабақтарын, түсірген сабақтарын көре алады, үйрене алады. Жас мұғалімдер сол жерге бар. Жаңа тәжірибелі мұғалімдер қалай сабақ береді, қалай ұйымдастырады, неше уақыт кетеді, қандай тапсырмалар береді, соны үйренуге болады. Соған байланысты бізде Алматы қаласында мысалы қазақ тілінен, математикадан, биологиядан, химиядан 100 үздік сабақ рет әдістемелік құралдар шығып жатыр. Соған байланысты өзара ұстаздардың тәжірибе алмасу процесі бар. Алмасу процесі жүзеге асырылып жатыр. Мынандай нәрсе, Замзагүл апайыңның айтқаны дұрыс, бірақ Замзагүлдің мектебімен біз жалпы мектеп туралы айтуымыз керек. Әркім өз мектебін айтса, біздің мектебіміздің түрі де басқа, мынау өткізіп отырған дүниеде басқа. Бұл кісінің мектебі математикалық мектеп. Осы біз сияқты мектептердің бесік оқыған балаларын теріп алып оқытатын мектеп. Сондықтан ол кісі оны іске асыра алады.
біз сөйлеуіміз керек жалпы мектептің халі қандай, Қазақстандағы мектептің халі қандай. Осы кісілерге бөлінген сағат оларда жоқ. Онда үйтіп математиканы үйтіп оқытатын. Бұл кісілердің материалдық базасы, бүкіл мектепте ондай материалдық база жоқ. Сондықтан біз айтуымыз керек, Қазақстандағы мектептер жайында айтуымыз керек. Бүгінде Алматыдағы ұстаздардың еңбек ақысы қанша теңгені құрайды? Алматы болсын, Қазақстан болсын, бәрінің еңбек ақысы біреу. Тек ауылды жерде 25%-ға артығылып, Қазақстан бойынша бәрінің жалақысы біреу. Ол санатыменен, мына өтілімі деген стажы ғой, соған байланысты әртүрлі алады. Жас ұстаздар 40 мыңға, таза қолын алғанда 40 мыңға жетпейтін айлық алады. Егер тек қана 18 сағатпен шектелсе. Осы 40 мыңға бүгін жастар бару екі талай. Ендеше ұстаздардың жалақысын көтеру бірінші мақсат болмақ. Ерсайын мырза. Бірінші, мұғалімдердің мәртебесін көтеру керек. Статусын анықтау керек. Ол 2000 жыл мысалға президенттік әкімдікте келіскенде біз оны бергенбіз. Президент енді 3 ақпан күні 2001 жылы соны үкіметке тапсырма берді. Қалғаны бар майда шүйде мынаның барлығы. Яғни мұғалімнің үкімет статусын анықтаса, яғни орта шенеуніктердің деңгейіне келтірсе, мұғалімдерді бүгінгідей құл ретінде ешкім пайдаланбас еді. Себебі, егерде орташа шенеуніктің деңгейіне оның статус бекітетін болса, барлық жеңілдіктің бәрі оған беріледі. Демалатыны, қаржысы, бала-шағасын қамтамасыз етуі, материалдық жағдайы, жеңілдіктері тағылар. Емхана қаралу тағылар. Міне осы мәселе қазір орындалған жоқ. Ол бір Алматымен шектелуге болмайды. Алматы Қазақстанның бір қаласы ғана ол. Енді егерде осы мәселе шешілетін болса, мұғалімдер бірінші айлық шешіледі. 40 мыңмен кім істейді? Ешкім істемейді. Мысалға Бельгияда 8,5 мың евро алады екен мұғалім. Америкада 3,5 мыңнан 8,5 мыңға дейін. Кез келген Ресейінде бізден жоғары қазір. Біздің жағдайымыз өте жақсы, экономика жағынан бармай қояйын. Яғни біздің мұғалімдердің айлығы болмағанда 2-3 мың доллар болу керек. Сол кезде ғана біздің жастарымыз мұғалімдік мамандыққа барады. Ал енді екінші, кадрға байланысты. Кез келген мәселе кадр шешеді. Оны коммунистік партия айтып келе жатыр, ол бүгінгі жаңалық емес. Кадр шешу үшін маман көп болу керек. Мысалға, биыл 36 мың грант бөлінсе, бар жоғы 6600 ғана педагогикалық мамандыққа тапсырыс берілген. Бізде 8400 мектеп бар. 20-22 пән бар. Енді сол кадр. Бұрын мысалға 97 жыл 2-ақ педагогикалық оқу орны болды. Бар жоғы 500 адам ғана мысалға қабылданды. Қазір 6600. Енді осы кадрмен біз мектепті кадрмен қамтамасыз ете аламыз ба? Әсіресе ауыл мектептерін. Әсіресе ауыл мектептерін. Әсіресе ауыл мектептері. Қала мектептердің өз жағында Аягүл ханым айтып отыр. Қазір мамандықтар қандай екен? Егерде мұғалімнің статусын анықтап, кадрларды көп қабылдайтын болатын болса, мысалға Абай педагогикалық университеті бар жоқ 450 грант берді. Ал Қазақстандағы негізгі бас университет осы педагогикадан. Ал енді Казгуменен Гумилев қой 2600-дан берген. Сонда қалған вуздарда, мысалға облыс орталықтарындағы қалған 9 вузда бар жоқ 6 данадан, 50 данадан, мамандығымыз қанша 20 ғой. Осымен қалай біз кадрда қамтамасыз етеміз? Міне сондықтан да бұл мәселе мемлекеттің деңгейінде көтерілу керек. Жақсы, түсінікті. Ол республиканың деңгейінде шешу керек. Ғабиден мырза, елімізде 700 мыңдай мұғалім ұстаз бар екен. Дұрыс. Солардың 4-тен бірінің мамандығы, 3-тен бірінің жоғарғы білімі жоқ. Ол келесі жағдай ондай болмайды. Ендеше дәл осы проблеманы Ерсайын мырза айтқандай жалақымен шешуге бола ма? Жоқ әлде сіздің талаптары бар ғой. Яғни мұғалім бір белгілі салада жұмыс істейтін болса, ол кәсіби білімі болу керек міндетті түрде. Мен осыны айтқым келген. Яғни мен ауыл жерден келген балалардан естимін. Мынандай сабақты бізде физкультура мұғалім жүргізді дейді, математиканы, география мұғалім жүргізді дейді. Яғни ол жерде кейбір алыс жерлерде тіпте қарамай сөйтіп ауыстыра береді екен мамандарды. Ондайға да жол беруге болмайды мысалы. Енді ол мәселені қалай шешуге болады? Нақты, мысалы Ерсайын мырза айтып отыр, біз статусын орта шенеуніктермен теңестіруіміз керек. Сол мәселені шешеді. Кадр не болу керек, немесе ол жоқ. Яғни дұрыс айтып отыр. Дайындау керек. Қанша қажет біздің осы білім жүйесіне, сонша маман дайындау керек. Тіпте асырып дайындау керек, себебі конкурстық негізде болады ғой ол. Сұсталу керек. Түсінікті. Құрметті сарапшылар,
бағдарламаны қорытындылайтын уақытта келіп қалды. Әрине, шетелде ең көп жалақы алатын мұғалімдер және дәрігерлер. Ендеше Қазақстанда бұл көрсеткіш өкінішке орай олай емес. Дегенмен де мектептегі білім сапасын арттыру үшін ең бірінші кезекте шешілуі тиіс деген үш мәселені қадап айтсаңыздар. Негізгі жаңағы біздің елімізде 6 деңгейлі еңбекақыға көшіру қолға алына бастады ғой. Мұғалімдер 6 деңгейлі еңбекақыға көшеді. Біз қазір жоғары категориялар 3-ші ең жоғары деңгейді алсақ, енді тағы 3 деңгейге көтеріледі. Соған тезірек қол жеткізсек, сонда мұғалімнің жаңа еңбекақысы жоғары болса, мұғалімдік мамандықты қалайтын жас мамандар да көбейеді. Сонымен жоғарғы оқу орындарында білім сапасы жоғары мамандар түссе, одан жақсы маман шығады. Сонда ғана мектептегі білім сапасын көтеруге болады. Мұғалімдердің жаңағы айтып өтті ғой, мұғалімдердің статусын көтеру керек деп, мен соны қолдаймын. Мұғалімдердің статусы көтерілсе және әлеуметтік жағдайына көп көңіл бөлінсе. Бірінші мәселе, бұдан 12 жыл бұрын айтылған президенттің 11,5 жыл берген тапсырмасы мұғалімдердің мәртебесі, статусын көтеру керек. Үкімет оны арықтау керек. Мен де қосып айтайын. Вот бірінші мәселе. Ең бірінші мәселе. Екінші мәселе кадр мәселесі. Яғни жоғарғы педагогикалық оқу орындарына кадр мәселесін көптеп, жаңағы 6.000 грант емес, 36.000 берсе, соның 30.000 педагогтарға берілу керек. Сонда ғана біз мектептерді кадрмен қамтамасыз ете аламыз. Екінші мәселе осы мәселе. Үшінші мәселе материалдық техникалық база. Мен ылғи айтамын, осы ылғи хабарлар қасқан сайын шырылдап. Мысалға, мына кісілерді Алматы қаласы айтады. Бұл кісілерді өзінің мектебін айтады. Мына кісілер жаңағы физика математика мектебін айтады. Ешқайсысымен де салыстыруға болмайды Қазақстан мектептерін. Яғни материалдық техникалық база барлық мектептерді қамтамасыз ету керек. Бұл кісі герой, мысалға материалдық техникалық база шешеді. Ана кісі Алматыда отыр, барлығы бар. Ана кісі физматчикаға отыр, әкеп беріп жатыр. Сөйтеді тек келеді тағын берді бір мақтаныш көреді оның барын. Қалған 8.363 мектеп қалды ғой, бұл кісі мектебінен басқа. Соның жағдайы кім көтереді? Ол мемлекеттік деңгейінде көтерілу керек. Сондықтан осы бұндай хабарларда рас проблема көтеріліп отқаннан кейін республикадағы проблема көтерілу керек. Үкімет шешетін проблема көтерілу керек. Облыс әргі өз деңгейінде шешеді, аудан өз деңгейінде шамасы келген шешіп жатыр. Оны ешқайсысын бір жұмыс істемейді деп айтып отқан жоқпыз. Бірақ мемлекеттік деңгейде шешпей бұл мәселе шешілмейді да, сондықтан да үшінші материалдық техникалық база. Ары қарай кете берсең, повышение шығады, анау шығады, мынау шығады, жаңағы бірақ негізгі осы үш мәселені шешу керек. Негізгі үш мәселені шешу ең бірінші. Содан кейін ары қарай жалғаса береді өз қалғандарын көп. Түсінікті. Бәріміз де ауылдан шыққан кадрымыз, білімді сол ұстаздардан алдық. Енді ауылды көтеру керек. Ауыл жылы болды, ауылға көптеген қаржы бөлінді, бірақ дей тұрғанменен әлі де біз аямауымыз керек. Егер жас мамандар ауылға барсын десек, оларға жағдай жасалыну керек. Баспанамен де қамтамасыз ету керек. Мұның бәрін айтылып жатыр. Жергілікті атқарушы басшылар сол жердегі бірі орындап, бірін орындамай жатқан мәселелер бар. Міне жас мамандар ауылға барсын десек, соның бәрін орындауымыз керек. Мамандық иелері өз дәрежесінде болмай, ешбір реформа алға қарай баспайды. Сондықтан ұстаздық мамандығына ерекше мән берілу керек. Мына жоғарғы оқу орындарында да дайындап атқан әрбір студентіне соның ертеңгі күні ұстаздыққа орналасты ма, жоқ әлде басқа жаққа кетіп, осыған есеп болу керек. Түсінікті. Жақсы, рахмет. Қалғаш ағаңыз енді өзіңіз маман ретінде осы аталмыш білім сапасын көтеру мақсатында қандай үш қадам жасалу керек деп ойлайсыз? Енді бізге мұғалімдердің алдында, білім басқармасының алдында, мектептердің алдында қазіргі қоғам өте жоғары талап қойып жатыр. Сол талапқа мұғалімдер сай болу үшін ынталандыру, мұғалімдерді, шығармашылықпен жұмыс істейтін мұғалімдерді ынталандыру шаралары көбейсе. Жақсы, рахмет. Егер мұғалімдер белгілі бір өзінің несін, жетістіктерін жетіп жатса, оған айрықша төлем жасауға болады. Яғни, егер қатардағы мұғалім бір жаңағы орташа жоғары жалақы алып жүрсе, қосымша жетістік үшін тағы да төлеуге болады. Сосын жаңағы интеллектуалдық өңдеу дейді. Егер мұғалімнің өзінің бір интеллектуалдық меншігі болып тұрса, оған да төлеу керек. Сол арқылы ынталандырады. Яғни материалдық стимул әрине сұрыптау жүйесінде жетілдіру керек. Жақсы, рахмет пікірлеріңізге. Үкімет мектептердің сапалы білім беру үшін барлық жағдайды жасау қажет екендігі түсінікті. Себебі бұл мемлекет дамуының кепілі. Ал жасалған жағдайға оқушыларымыздың ынтасы сай болсын деп тілейік. Келесі аптада кездескенше қош сау болыңыздар.